Хагарома мен Хамура. Анашым адамдарды жақсы көруге тырысты. Адамдардың қатыгездігінен балаларын қорғап қалу үшін ол шексіз ағаш жемісін жеді. Анашым жайлы шынайы аңыз былай басталады. Жемістен кейін екі егізді дүниеге алып келді. Хагарома мен Хамура. Анашым аспанға осылай күнде қарап тұрады. Жүрегінде не барын ешкімге айтпады. Бәлкім ода біз жете алмайтын сезімдері бар шығар. Өтінемін, Хагарома, Хамура, жүріңдерші. Сен судың бәрін пайдалансаң, төмендегі күрішке су жетпей қалады. Не болды? Мына жігіт судың бәрін алып жатыр. Енді не істеймін? Су бәріне жеткілікті емес пе еді? Аяқ аста өзен тартылып қалды. Жоғарыда бірдеңе болды. Мен барып тексерер едім. Бірақ дәу аю жүр. Бір кемпір өсімдік теруге кеткен. Біз өзіміз барамыз. Тамаша! Абай болыңыздар. Кеттік, Хамура. Бірдеңе көріп тұрсың ба? Өзенде дәу тас. Ағынды осы бітеп тұр ғой. Бірақ бұл қайдан шықты? Бұрын жоқ еді ғой. Біреу қойып қойды ма? Мұнандай дәу тасты кім қимылдата алады дейсің? Мен оны қойып қойдым. Ей, көздеріңді ашыңдар. Мен есімнен адастым ғой деймін. Құрбаға әзілдеп тұрмаған. Аға, екеуміз есімізден аусайық дедік. Естерің емес, мен шынымен де сөйлей аламын. Менің әзілімді күлкілі емес деу естен аусу. Қазір мен күшімді көрсетемін сендерге. Сен екеуіңді кездестіру үшін тасты қойдым. Мен Гамамару. Ал сендер Хагарома мен Хамурасыңдар ғой. Жүріңдер менімен. Ұмытпай тұрып. Жаман емес. Кагуя ханым жоқ па не? Қанша рет айтам жоқ ол. Не болды? Мына кісі қоймай жатыр. Мен медициналық саудагермін. Кагуя ханымның рұқсатын алуға келдім. Кагуя ханым бүгін болмаймын деді. Келмегелі көп болды. Мәсіған, медицинаңды көрейік. Сен менің өнімдерімді лақтырғаның не? Мұнау мен сен одан сайын ауырасың. Жылан майын сатып жүрсің ғой. Бұл ауыл біздің қарау астымызда. Ешкім бұл жерде сенің нәрселеріңді алмайды. Сіздің күшіңіз ағаштан емес пе? Ал, енді жауап бересің бе? Көп жерге саяхаттадың ба? Иә, өмірім сондай. Анашының арғы жағында болдың ба? Жоқ, ол жерде емес. Ол жақта анашым жайлы не дейді? Жаман сөз болса да айт. Кагуя ханымның ритуалына қарсы көтеріліс жайлы сыбыс жүр. Бірақ көтеріліс бастаушылар жойылып кетті. Ал қазір бәрі Кагуя ханымды тиран деп жатыр. Жойылды? Кет. Ешқашан оралма. Иә. Бәрі жақсы ма? Аға, бұл жақсы жаңалық. Құрбағының айтқаны жайлы ойлап тұрсың ба? Жоқ, ол емес. Аналар шексіз ағаштағы ритуалға. Жоқ. Хаори, не болып жатыр? Шексіз ағашқа қызмет етемін. Бұл дәстүрді Кагуя ханым орнатты ғой. Сендерді кездестіргеніме қуаныштымын. Мені ұмытпаңдар. Хаори! Анашым, өтінеміз ритуалды тоқтатыңызшы. Бұл мүмкін емес. Бағынбаушылықты көтермеймін, ұлдарым болсаңдар да. Шексіз ағаш ритуалына қатысқандарға не болады? Неге ешкім оралмады ол жерден? Ритуал қажет, басқалар келгенше. Сендерге олар жайлы білуге ерте. Мен біраз уақыт болмаймын, бас көз болыңдар. Аға, ойыңда мен шыңға шығамын. Анашы біліп қойса біттік. Зардабына дайынмын. Мен де барамын. Мынау не? Хамура. Ашыласың ба? Хаори! Хаори, оян! Пайдасы жоқ. Ол өлді. Шындық деген осы екен ғой. Көздерім, шық бері Гамамару. Шыңның арғы жағын көріпсіңдер ғой. Менімен жүріңдер. Бұл құрбақалардың аралы. Бір түрлі күш сезіп тұрмын. Адамның бұл күшті сезгені қызық екен. Бұл сенің күшінің ағыны. Бұл күш жергілікті билеушіні өсейді, бірақ адамдар өз тағдырын өздері құртты. Кагуя шексіз ағаш күшін алды. Сендердің әкелерің мен басқалар құрбанға шалынды. Адамдар жойылып кетпеу үшін біразын алып шықты. Шындықты тек Кагуя біледі. Шексіз ағаш неге қорғайды? Мүмкін аспаннан пайда болғанымен байланысты шығар. Бірақ нәрсе анық. Табиғи энергия таусылып барады. Жермен қоса адамдардың да. Шексіз ағаш барда, жер әлсіреп бар, тіршілік қиналады.
Анамызбен сөйлесуге міндеттіміз. Бізді тыңдай ма? Кагуяның күші орасан зор, тікелей екеуіңде тұра алмайсыңдар. Сен маған сенен күшін пайдалануды үйретесің бе? Анамызбен шайқасайын дедің бе? Кагуя күшінің мұрагері сенен күшіне жетсе, саған оны үйрету өте қауіпті. Сенен күшіне жетіп алып, анам сияқты болып кетіп, өзіңе қарсы сөйлеп тұрсың ғой. Бізді күтіп отырдым деп алдадың ғой. Сен басынан бастап осылай жоспарладың. Сен өте алғырсың. Маған уақи берілді. Құрбақалар сирек түс көреді. Түсімде сендердің Кагуямен шайқастарыңды көрдім. Соңында не болды? Мазасыз екен көріп тұрсың ғой. Сен кімсің ей сонша? Ойыңды тазала. Табиғи энергияны сез. Кагуяма бірден сенендікке жетті. Анышым, Кагуяма қайда? Аға ауылды аралып жүр. Хамура, ешкім ештеңені жасыра алмайды. Сен Бьякуганыңмен қайтара алмайсың. Менің Бьякуганымның күші басым. Жалғанаңыз. Мен сенен күшін пайдалануды үйрендім. Хатшы құрбақа? Не болып қалды? Кагуя оралды, ал Хамурамен байланысы жоғалды. Ол біздің жоспарымызды біліп қойғаны айқын. Қарсыластық уақыты келді. Бұл жерлерді тек осылай сақтап қалуға болады. Басқа жақындама, бір жерге тығыл. Бұл жайғастың масштабын тіпті елестету қиын. Мынаны ал. Бұл не белгі? Тасып жатқан күшті сезіп тұрсың ба? Құрбақа аралынан бұны алып шығуға тыйым салынған, бірақ таразыда біздің де өмірлеріміз. Бұл белгіде сенен күші енгізілген. Күшіңді қайта толтыруға уақыт болмағанда пайдалан. Белгі сені өлімі аузынан бір-ақ рет алып шығалады. Сендер үшін тақымымды қысып отырамын. Анашым, екеуің заңды бұздыңдар. Мен сендердің ойлар мен сезімдеріңді оқи аламын. Онда ашуымды сезіп тұрсың ғой. Ана қызды жақсы көргенсің ғой деймін. Мен олардың бәрін жақсы көрдім. Неге сондай сұмдық нәрселерді істедің? Олар қаншалықты сұмдық бола алатынын білмейсің. Сондықтан әскер деген қажет. Анашым, сен несің, қайдан келдің мұнда? Аспандағы алыс-алыс жерден. Бір күні олар мені алып кетуге келеді. Олар тек күш дегенді түсінеді. Бұрын сен махаббат дегенге сендің ғой. Менің махаббатым мені сатып кетті. Кагуя ханымның аяғы бар. Айна, ал қазір мені күшімді бөліп берген ұлдарым сатып кетті. Шексіз ағаш ритуалын тоқтатшы. Тоқтатпаймын. Екеуіңді әрқашан қорғап асырап отырдым. Енді көзбе-көз ешқашан көріспеспіз. Мен күшті қайтарып аламын. Хамура. Хамураға не істедің? Махаббат жайлы айтып тұр едің ғой. Оян, Хамура. Мен сенің жауың емеспін. Ол Хамураны бақылау астында алып алды. Қорғанып тұра берсе, Кагуяманың күші бітеді. Ол не істейді деді? Кешір, Хамура. Аға. Сен анамыздың бақылау астында болдың. Қазір емдеймін. Қапия қазынаны мынандай мақсатқа пайдалану. Жарқат жазылып кетті. Тірі шықса, Гамамаруға рахмет айтасың. Кагуяма, Хамура. Мангаке шіренген Ринеганымды сенің арқаңда ойыттым. Бұл не? Анашым мен бауырларының шайқасы басталды. Анашымда шексіз ағаш күші болды. Он құйрықты жай ғана ағаш емес, ол менің анашымның өзі болды. Анашым екі ұлына бөліп берген күшті қайта алайын деді. Анашым мен бауырларының шайқасы айлап тұрып жалғасты. Ұзақтан кейін бәрі шешілетін кез келді. Бауырларымның күші асып түсті.
Қазір планетарлық босату. Анашым мөрленер алдында энергиясын жинап мені туды. Тіпті Хагаромо бұл жайлы шындықты білген жоқ. Мен анашымды қайтарумен айналыстым. Он құйрықтыны 10-ға бөлдім. Қарашы, қандай сүйкімді. Бұл құйрықтыларға мен қамқор боламын, өсіріп адамдарға бөліп беремін. Аға, мен анашыммен қаламын деп тұрмын. Бақылау осында болғанда анашымның сезімдерін сездім. Әрқашан қорғып отырды. Бізді қорғау үшін анамыз істеуге міндетті бәрін істеді. Шайқассақ та анамызды жақсы көремін. Сен жақсы жансың. Мен аспаннан сенің бұл дүниені құрып жатқаныңды қарап отырамын. Қонаққа келіп тұр. Рахмет саған.